Assalomu alaykum. Mercedes Sprinter. TDI motor. Bu motorni men bir emas 2 ret jinab chiqdim. TDI motor. Birinchi ret gilzada zadir bo'ldi. Keyin qaytib tag'i gilzavat etib, 2 silindr gilzavat etib qaytib tag'i jinadim. Tag'i bir 2 oy yurdima, 2 oy yurdima примерно sonday. Tag'i bir stuk bo'ldi. Короче, bilmayman, bu kez motor tashgan jo'qman. Birinchi jinagan kezimda olda примерно bir жарым oy yurdi ғой. Ko'p yurgan jo'q. Ol 2 silindrdan zadir bo'ldi odada. Buni hozir endi примерно bilmayman, bu da ne bo'lgan, zadir bo'ldimi yoki kolinval qisib qoldimi. Короче, bu motor bo'lmadi. Jinab chiqqan men cho'ta bir yerdan qatelik ketdimi, durust bo'lmadi ғой. So'g'in endi bo'lgan benzin motor salamiz. 113 5 объем salатын болдық. Қазір пока мотор шығарып алайық. Мотор алып келген жоқпыз әлі. Мына моторды шығарып алайық. И бәрін шығарып алғаннан кейін мотордың крепленияларын дайындап аламыз. Кейін барып моторды саламыз ғой. Мына мотордан бір жерден қателік кетіп жатыр да, содан бір дұрыс болмай тұр ма. Вроде бәрі ойдағыдай жиналып жатыр, бірақ сразу стук болмайды да, бір ай или бір жарым ай жүреді, сонымен осындай дауыс шығып бастайды ғой. Қазір оталдарға мен пайдасы жоқ. Кейін ашқасын тағы да бір видеосын салатын шығармын. Қол тисе моторды ашамын ғой. По-любому ашу керек, не болғанын көру керек қой. Причинасын табу керек негізінде. Моторымызды шығарып алдық. Қазір жаңа бензин мотор саламыз. Ножкаларын полностью дайындап қойдық. Саламыз. Жаңа подушкалармен. Моторды салдық. Радиаторын, кронштейндерін істеп жатырмын. Вентилятормен бірге. Қазір тағы да сәл ары бері жылжиды. Ножкамен. Ножка осылай шықты. Мына бетін ножкасы. Қазір радиаторын қойсам и мордасын жинап тастап беруге болады. Кейін коробкасы бар, глушителі бар. И ең ақырында проводкасы ғой. Мынау бензин мотордың 113 мотордың маховигі ғой. Мына жеріне кесіп алдық та. Щиталкасын оқитын. Мынаған варт етіп шықтық. 646 маховик. Осылай шықты. И мынау жаңа мотордың коленвалдағы тесіктері тура келмейді екен. 1, 2, 3, 4 болды тура келеді екен, қалғандар тура келмейді екен. Біз осылай тесіктерін тура келтірдік. 8 болтта бәрі қатады сонда. 4 болтпен қатыруға болады, бірақ сәл ненадежный болады да. Сол үшін кеңейттік та тесіктерін. 8 болтта қататын болды. Қазір бұл маховигіміз дайын. Қазір саламыз бұны. Мына маховикті полный болттарын қатырдық. Енді надежный болды да, 8 болттың бәрі қатты. Көрініп тұр ғой, жан-жағы тащ етілген. 8 болттың бәрі қатты. Енді надежный болды енді. Дұрыс болды енді. Глушителін полный болдық. Мотордан шыққан жеріне гофра. 63 диаметр нержавейка отводтармен. Мына жерге бір флянс. Выберем шешіп, оңай болады ажыратуға. Мына жеріне де гофра, оң жағына. Осылай шықты. Мына жерге 2 резонатор. Просто дауысы қатты шықпайды сонда. Мына жерге рогаткамен и өзінің самовары қалды біреу.
Мына жерге отводтармен шығарып жібердік. Что мостқа кузовқа тимейтіндей. Полный артына дейін шығардық қой. Артына дейін шықты. Осылай шықты. Енді оталдырғаннан кейін коробкаларды қойып алайық. Проводкаларын жалғап алсақ, кейін оталдырғаннан кейін дауысын естеміз ғой, қалай шығатынын. Бұлайны бөлейін. Мына коробканың үстіне, кожустың үстіне қойып қойдық, мотордың үстіне. Миллиметр, сантиметрлерін полностью өлшедік. Осылай шықты. Қазір свободно айланып отырмын. Ешқандай қиналып отқан жоқ. Енді осы күйге апарып варит еттіру керек. Қатырып қойып. Мынаны коробканы варит етіп алдық. Осылай айландыра варит етіп шықты. Проводкасын жалғап жатыр. Лишний проводтарын алып тастап жатырмық мына жерде, өзіне керек емес. Провод, короче, азайып жатырық қой. Керек емес сымдар. Тряпка, не болады, тряпка, нам тряпка. Мына проводкаларымыз дайын болды толығымен. Осылай проводкаларын полностью жинақы қылып, четко болып тұр проводка. И воздушный фильтр. Фильтрге келген патрубка осылай шықты. 2 коленомен. Машинамыз полностью дайын болды. Кәні оталдыршы. Әдем істеп тұр. Бұл мотордың плюс жағы гидрокомпенсаторда. Сонысы жақсы и цеп. Бірақ сейчас 16 штук та соңыз жаманда. А так енді сейчас кете беретін зат емес қой. А так жақсы да. Жақсы мотор. Судың датчигі мұны. Тахометр істеп тұр, қазбыз. Шыңа бір таспыз бұл. Бір дауысын ешчерек. Тоқтатып оғылы ма? Қазір дауысын естейік. Бас! Жақсы әдем істейді. Дауыс шығып тұр. Қатты шығып атқан жоқ.